Жылдан бастап Қостанай облысының әкімдігінің қолдауымен оқы және жен онлайн байқауы өтіп жатыр. Бұл байқауға Қостанай қаласының тұрғындары өте белсенді қатысуда. Бірінші айналымда 10 мыңнан адам қатысса, екінші айналымда 8 мыңнан адам қатысып жатыр. Осы байқауды, осы іс-шараға дейін білдіңіздер ме, естідіңіздер ме балалар? Осындай іс-шара байқауы өтіп жатқан, қатысып жатқан мүмкін балалар бар шығар. Кім қатысып жатыр? Сіз қатысып жатыр. Бірінші айналымда қатыстыңыз. Адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы адамгершілік белгілер отбасында қалыптасады. Сондықтан туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді. Ұлттық тәрбие, патриотизм, отанға деген махаббат бәрі де отбасынан, балабақшадан басталады. Эльмира ханым, сізге алғашқы сұрағым, сіздің отбасыңызда қай уақыттан бастап отбасымен бірге оқу дәстүрге айналды? Ол рәсім қалай өтеді сіздің отбасыңызда? Қайырлы күн, барлықтарыңызға рахмет, бүгін бізді міне шақырып отырғандарыңызға. Сіздің сұрағыңызға жауап беріп өтейін. Біз отбасымызбен үйімізге жақын кітапханаға барып, кітап оқимыз. Міне балаларымыз және біз, анасы, Айдостың папасы барады, інісі, барлығымыз кітап алып оқуды жақсы көреміз. Былтыр біз осы оқы және жең байқауын естігенде, осы облыс бойынша барлық көшелерде, мектепте, барлық жерде осы үгіттеп, жарнамалап жатты ғой, сондықтан біз қатысып көрейік деп Айдос қатысқан болатын. Жаңағы сол әрбір 3 кезең бойынша кітапты оқып, тестілеуден өтіп, соңында финалға өтті. Финалға эссе жазу, жаңағы осы Толстой атындағы кітапханаға офлайн түрде өтті, соған барып қатысып эссе жазды. Бірақ ол жерден ешқандай орын болмады дегенмен, жаңағыдай осындай жарысқа қатысқанына, осындай тәжірибе алғанына біз өте қуаныштымыз. Өйткені осылай баламыздың кітап оқығанын жақсы көреміз. Рахмет жауабыңызға, бәрекелді. Қариясы бар үйдің қазынасы бар дегенде Жұмагүл апа, сіз көп жыл бойы ұстаз болып жұмыс жасадыңыз, тәжірибеңіз мол. Қазіргі осы 21-ші ғасырда келіп отқан көрермендерге технологиялар дамып жатқан заманда кітапқа деген қызығушылығын қалай арттыруға болады? Ойыңызбен бөліссеңіз. Рахмет, көп отбасымызбен, немереммен осындай кездесуге шақырып жатқандарыңызға қош көрдік балалар, сіздерді мінекей. Енді бұл сұрақ қойылатындай болсақ, әрине балалар мектеп табалдырығын аттамас бұрын балабақшадан бастаған кезеңнен бастап, яғни үйдегі ата-аналары небір сіздерге кітап әпереді, ертегілер тыңдатады мысалға. Сол кезеңдерден бастап сендердің қызығушылықтарың арта бастайды. Одан қалды мектеп табалдырығын аттағаннан кейін ұстаздардың арқасында білімнің барлығы сол кітапта екендігін, білімді сол кітап арқылы мектеп табалдырығынан алатындарыңды білдіңіздер. Мектеп кеме білім теңіз дейді ғой. Сол үлкен кеменің ішінде, теңіздің ішінде жүзіп жүргеніміз осы кітаптың арқасы. Енді негізгі сұраққа келетіндей болсақ, 21-ші ғасырдағы кітап оқу деп отырмыз ғой енді. Бұл енді қазіргі ғасырға қараған кезінде біз қазір технологияның барлығын дамыған кезеңдері, деншілігінде біз жаңағыдай компьютердің алдында тұрамыз, деншілігінде біз сотканы қараймыз балалар, кітап оқығаннан гөрі біз оңайырақ сол қолымыздағы сотканы пайдаланғанды ұнатамыз. Дегенмен де балалар, біз барлық білімнің барлығы неге кітапта. Егер де сіздер кітапқа көңіл қойып, кітапқа қызығып, кітапты оқитын болсаңыздар, одан алатын керемет білімдеріңіз өте зор балалар. Мысалға біздің балалық шағымызда сендерде қазір керемет бақытты балаларсыңдар, бәрі дамыған кезеңдер неге балалар. Егер де сіздер жаңағы интернет арқылы табам десеңдер, интернеттен табасыздар.
кітап аламын десеңіздер, кітапханаға барсаңыздар, кез келген кітапханада сіздердің іздеген кітаптарыңыз, сіздердің іздеген ертегілеріңіз, сіздердің іздеген авторларыңыздың шығармалары, осылардың барлығы сіздер кітапханадан таба аласыздар. Ал енді біздің балалық кезімізде балалар ауылда мысалға бір-екі кітап болады оқушылардың арасында. Мысалға Абай жолын алайық, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы 3 томдық кітап, неге соны біз оқу үшін мысалға бір үйде бір томдығы болатын болса, біз 2-3 күнге ғана беріледі. Мысалға осы 2 күннің ішінде немесе 3 күннің ішінде сен бізге бітіріп кітапты қайтаруың керек дейді. Сонда біз күндіз-түні отырып жаңа кітапты бітіреміз. Немесе балалар біздерді орыс тілдерінен, орыс әдебиеттерінен Пушкиннің шығармалары беріледі. Ол кезеңдерде шығарма, сосын сочинение деген жазылады. Қазақ әдебиетінен шығарма, орыс әдебиетінен сочинение. Сонда біз жаңа кітапты оқу арқылы, содан біз шығарма мен сочинение жазатынбыз. Ал сендер нағыз бақытты баласыңдар, сондықтан балалар сіздер қазір көңілдеріңізді кітапқа бөліңіздер. Мен мысалға өзімнің кішкентай немерелерім қазір кітапқа құмарлығы, біріншіден осы мамасы мен папаларының арқасы, одан қалды неке баланың өзінің қызығушылығы, кітапханаға арнайы келіп кітаптар таңдап алып оқып, одан қалды осы кітапхананың облыстық балалар кітапханасының әртүрлі сайыстарына яғни қатысып, жаңағыдай жүлделі орындар алып, жүлделі орындар алмаса да сондайға қатысып өздерінің білімдерін яғни көрсетіп жатыр балалар. Сондықтан оқи беріңдер, кітапқа көңіл бөліңіздер балалар. Кітап барлық білімді береді. Анау интернеттен тыңдағаннан көріп, көздеріңді жүгіртіп кітапты оқысаңыздар, онда жатқан керемет білім бар деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін, немереміз Айдос, одан қалды Ношыбай мектебінде оқыған Алдия деген немерем бар. Екеуінің де қазіргі кезеңдегі жігер кітапқа өте қызығушылығы соңында керемет. Яғни біз бұрын кітапханаға бар дейтін болсақ, қазір өздері кітаптарын оқып болғаннан кейін арнайы кітапханаға келіп, кітаптар оқып өздері отырып, немесе үйге алып кетіп оқиды. Жұмагүл апа, көп рахмет жауабыңызға. Иә, дұрыс айтасыз. Қазір мектепте бір сабақтарды, бір тақырыптарды түсінбесеңіздер, ғаламтордың көмегімен түсінуге болады, иә балалар? Интернеттен қарауға болады, иә? Оны да бір айтып жатамыз ғой, интернет зиян деп. Бірақ енді кішкене қолдануға болады, өзінің бір көмегі бар деп ойлаймын мен. Ал Айдос жаңа айтып кеттік, бірінші кезеңде қатыстың, иә? Сол қатысам деген кезінде отбасың, сыныптастарың сені қолдады ма? Я әрине қолданды, мен анам қолданды, әжем. Мен анам мне балық шаққа саяхат кітабымды берді. Мамам Бердібек Соқпақбаев кітабы ұнады. Солай қарамастан мен атым Қожа да жақсы болды. Мен атым Қожа айтты келсе, басты кейіпкер Қожа екенді білеміз ғой. Мынау қылықтарды оның досы болды жаман, қылықтарды ерке болды ғой. Оның әкесі қайтыс болып, әжесі мен анасы қалды. Солай ерке болып, ол жақсы бала болып шықты. Солай Бердібек Соқпақбаев балық шаққа саяхат деген кітабында өзінің қиыншылықтарын көрсетті. Ол бай болмай кедей болды. Солай қарамастан Бердібек Соқпақбаев кинофильмде түсіп, және де көп әңгімелер және кинолар түсіргізіп, балаларға шығармаларды көрсетті. Рахмет жауабына. Иә, дұрыс айтасың. Бердібек Соқпақбаев балалық шаққа саяхатында өзінің өмір туралы жазылған, иә? Және де осы бірінші кезеңде Айдос жалғыз өзі қатысты, иә? Екінші кезеңде сіздер отбасыңызбен қатысып жатсыздар осы байқауға. Осыған не түрткі болды, Эльмира ханым? Айдос айтып отыр ғой, Бердібек ол сүйікті кітабы, осы кітаптардың ішінде оқығаны сол балалық шаққа саяхат, сол Бердібек Соқпақбаевтан. Сол кітап ерекше есінде қалды, соны айтып отқан ғой Айдос. Ал осы бірінші кезеңде енді Айдос қатысты. Содан кейін міне екінші кезеңі шыққаннан кейін бізде өзімізді көрейік, оқиық, жаңағындай қатысып көрейік деген бір жаңағындай ниетпен ғана қатыстық. Әлі міне қатысып жатырмыз, 3-ші кезеңі болады, одан кейін финал болады дегендей. Сол отбасымызбен қатысып отырмыз қазір. Міне Айдос, мен, әжесі қатысады, одан бөлек жаңағы айтып отырмыз ғой, тәтесі, туыстарыңызбен қатысып жатсыздар, иә? Барлығымыз қатысып жатырмыз.
Өте керемет. Мысалы Айдос бізде көптеген үйірмелерге барады, иә? Футболға барады екен, футболдың жанкүйері, волейболға да барады. Сосын домбыраға да, домбыра үйірмесін, домбырада ойнайсың, иә? Содан кейін біз білеміз, кітапхананың көптеген байқауларына қатысады. Алдыңғы бізде шәкәрім оқулары болды, сол жерде Айдос 3-ші орын алды. Және де биыл мектепте Мариям Хакимжанованың оқулары болды, иә? 1-ші орын алды, не? Шапалақтап қойып балалар. 1-ші орын алды, Айдос, құттықтаймыз. Сол байқауда айтқан өлеңнен мүмкін оқып берсең бізге. Дос лебізі еңбек ері Рафика Нұртазиға. Қадірлесім сыйласын саманың бір, осындайда айтылар іштегі сыр. Желдей есіп жетпеске сен келгенде, қалай түрі отырам арнамай жыр. Құтты болсын Рафикаш қуанышын, маңдайынан ұшпасын бақыт құсын. Келмесін де отырып 85-тің, қалам алдым қолыма сенің үшін. Бір қызылсың қазақтың атын шыққан, қазақ, орыс, егізел сырын ұққан. Ұстазсың жастардың жаны ашыр, саны жоқ шәкіртінің оқып шыққан. Адамдық пен адалдық зор қасиет, ақ бел, адал жанды халық сүйет. Үлгілі ұл өсірдің, қыз өсірдің, досын түгіл дұшпанның басын иет. Қатар жасап келеді сүйген жарын, жоқ шығар деп ойлаймын армандарын. Қайныға қайдырерің ол бір төбе, көрген жоқсың қайғының ащы зарын. Немерен де көтерді шаңырағын, жан сұлтауды тілеймін ашсын бағын. Шөберелер келгенде батыр әже, жаттап алып айтарсын әлді әнін. Әзірге самғай берсін талмай қанат, өмірге өрлей берсін өршіл талап. Өлең сөздің патшасы деген абай, өлеңінде қартапан шапан жабат. Міне Айдос айтып жатырмыз, иә, көптеген үйірмелерге қатысасың. Соның арасында байқауға да қатысып жатсың. Осы кітап оқуға уақытты қайдан табасың? Көбінесе демалыс уақыттарында, мысалы, мектепте мен 2-ші сменамын ғой. Солай, мен мектепке келген соң, мамам мектепте болады, және мен кітап оқимын, үй жұмысын жасаймын, және тағы басқалармен айналысамын. Солай, егер демалыс болса, көбінесе кітап оқуға құштар болуым мүмкін. Өте керемет жауап. Я бүкіл бос уақытын кітап оқисың, иә, Айдос? Дұрыс түсіндік пе? Дұрыс. Жақсы. Эльмира ханым, сіздер мысалы кітап оқығанын ұнатасыздар ғой, иә? Көбінесе кітап дүкенінен барып кітап аласыздар ма, немесе кітапханаға отбасыңызбен келген ұнатасыз ба? Біз дүкеннен емес, біз осылай кітапхана аралағанды жақсы көреміз. Біздің үйіміздің қасымызда өзіміздің филиал бар, бір кітапхананың. Сол жерде жаңа кітап отбасымызбен барып аламыз, оқимыз, тапсырамыз, немесе кей уақытта барып, соның ішінде оқығанды жақсы көреді. Айдос, папасы екеуі барып оқып отырады, уақыттары болса. Енді біз былтырдан бері осы міне облыстық балалар кітапханасынан кітап алып жүрміз. Жаңағындай қажетті кітап, жаңа айтылған кітаптар, осы байқаудың кітаптарын сіздерден алып жүрміз. Рахмет сіздерге, тауып бересіздер. Әйтпегенде бұл кітаптар осы қала бойынша тапшы, аз. Сондықтан бірінші күндері егер алып қалмасақ, оны кейін таба алмаймыз. Ал электронды түрде оқу ол өте қиын. Сондықтан біз бірінші күннен бастап бірден алуға тырысамыз. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Ал балалар, бүгінгі қонақтарымызға сұрақтарыңыз болса, кітап туралы, отбасымен оқу туралы, байқау туралы қоюларыңызға болады. Ойлаңыздар. Кәне, кімде қандай сұрақ бар екен? Сұрақ бар ма?
қазір Балық шаққа саяхат, Тұлпардың соңғы тұяғы, Робинсон Крузо. бұл байқау барысында оқыған кітаптарың ғой. Осы оқыған кітаптардың арасында қайсысы қатты ұнады? Осы есіңде қалғаны. Балық шаққа саяхат. Балық шаққа саяхат. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма, балалар? Кімде қандай сұрақ бар? Ұялмаймыз. Бар ма? Балық шаққа саяхат кітабы немен ұнады? Көбінесе Бердібек Соқпақбаев қиыншылықтармен кейде өсті, міне достары болды. Солай анасы солай 8 жасында қайтыс болды ғой. Солай мынау өзінің қиыншылықтарымен ол өсті солай. Рахмет жауабына. Кімде қандай сұрақ бар? Кітап оқығанда сенде болды. Одағы кейіпкерлер. Қандай кейіпкерлер ұнады дейді? Көпекбайдың ұлдары, міне кейіпкерлер бар. Мынау олардың 5 ұлы болды. Солай бесеулері де өте жақсы өсті ғой. Олардың әкесі Көпекбайдың балаларының. Егер айтса бір нәрсе, оны орындау керек, тезірек кету керек. Себебі егер орындамаса, солай ол таяқ жейді. Және тағы басқалары болуы мүмкін. Бірақ олар біреуі сарбаз болды, біреуі ақын болды. Солай өсті. Рахмет жауабына. Кімде сұрақ? Кітап оқығанда қандай сезімде боласыз? Жақсы боламын. Сезімде егер біз мынаны ойлау керекпіз, кітап оқып жатқанда соны түсіну керекпіз. Мысалы, Робинсон Крузо оқып жатырмын ғой. Ол кішкентай кезінде бастап ол саяхатқа шыққысы келді мына теңізге. Солай оның арманда болған. Солай әкесінен сұрады, баруға болады анасына. Содан кейін бір күні оның досы айтты, Лондонға барайық деп, солай оның саяхаты басталды. Болашаққа саяхат шығармасының негізгі идеясы не? Негізгі идеясы бұл қалай Бердібек Соқпақбаев өзінің қалай қиыншылықтармен, міне біз медиа қараймыз ғой, солай телефон сіздер сияқты барлығымыз қараймыз. Оларда телефон болған жоқ, олар өмір сүрді солай қиыншылықтармен, кейде өсті. Және ол фильмға түсті. Оның өте көп ертегі Шынайы оқиға болған, е? Шынайы оқиға болды. Рахмет жауабына. Сен қазіргі уақытта қандай кітапты оқисың? Робинсон Крузо қазір қазақша оқимын. Иә, қазір байқауда 3-ші деңгейде Робинсон Крузо туралы кітап оқып беріп. Иә, соны оқып жатыр. Жаңағы балалар жақсы сұрақ қойды. Әдемі, сен ішіндегі қай кезден бастап тұр. Енді Айдос тек қана кітап оқумен ғана емес, мектепте ұстаздардың берген тапсырмасында осы бар жанын жауапкершілікпен қарап орындайды. Енді өзінің кішкентай кезінен бергі талабы шығар, мүмкін мектепте 3-ші сыныпта әуелде осы Ахмет Байтұрсыновтың туған күніне байланысты ғылыми жұмыс дайындаған болатын. Содан аудандыққа өтті, аудандықтан қалалыққа, қалалықтан облысқа, облыстан республикаға өтіп, сонымен республикадан 3-ші орын алып келген болатын. Ал Жұмагүл апа, сізге сұрағым, осындай байқаулар немесе оқы және жел, және де мектептерде оқуға құштар мектеп жобасы жүріп жатыр, иә? Қоғамның кітапқа деген қызығушылығын оятады ма? Осындай байқаулар. Әрине, осындай біздерге қоғамымызда осындай сайыстар тек қана балалардың ғана емес, тіпті үлкен кісілердің жаңа отбасылық және үлкен кісілердің де қызығушылығын арттырады. Менің өзім осы балаларымның осы мектеп осындай сайыстардың арқасында қатысқаннан кейін ата-анасы ғана емес, атасы мен әжесі де қызыға бастады. Өйткені не дейді, талпынған балаға қолтығынан демеп жүру біздің асты парызымыз ғой. Сондықтан балаға демеу беріп, қоғамда осындай жетістіктер болады екен, осыдан қалмаңдар деген сияқты
дегенмен де әлі де болса сайыстардың түрлері көбірек болса, мінекей осы алдымызда тұрған бүлдіршіндердің барлығы қатысуға тиісті, көбеюге тиісті деп ойлаймын. Біз қазақ тілімізді, өзіміздің тілімізді, өзіміздің шығармаларымызды, ақын жазушыларымызды, ата-бабаларымыздың бүкіл бізге тастап кеткен мұраларын бәрін құрметтеу біздің парызымыз болар. Сондықтан, яғни кітапқа құмар болайық. Рахмет жауабыңызға. Балалар, тағы да айтып өтейін, бұл байқауға 10 жастан 100 жасқа дейін қатысуға болады. Және де бұл орыс тілінде, сосын қазақ тілінде өтеді. Бір ай арасында белгілі бір кітаптар болады. Соны оқып, тест тапсырып, ең соңында эссе жазу керек. Дұрыс қой, Айдос? Тест тапсырамыз ғой, Айдос, айтшы, сен бірінші кезеңде де тапсырдың ғой тестті, қиын болды ма уақыт жағынан? Уақыт жағында, қиын болды мынау эссе. Мен анам айтты қалай эссе жазуға, солай эссені жазып, өтпей қалдым, мен өтпей қалдым, бірақ оқып, өзінің ренжімедіңіз. Әрине, өйткені сен жаңа кітаптармен таныстың, сол байқаудың арқасында. Мен ойлаймын, ең бастысы жеңіс емес, ең бастысы қатысу, балалар. 3-ші айналымда қатысуға ниет білдіріп отырсыздар ма осы кездесуден кейін, балалар? Кездесем деген, бұл жерде ақшалай сыйлық болады. Бірінші орынға 150 мың, екінші орынға 100 мың, үшінші орынға 50 мың теңге. Содан кейін бізде есте қалатын сыйлықтар болады. Сондықтан да 3-ші айналым осы жаңа жылдан кейін болып жатса, міндетті түрде қатысуға шақырамыз. Мүмкін келесі жылы сіздер осы Айдостың орында отбасыларыңызбен отырып, осындай біз бір тамаша кездесу ұйымдастырамыз, балалар. Сондықтан да ойланыңыздар, қатысыңыздар, ата-аналарыңызға айтып барыңыздар, осындай іс-шарада болдық деп бүгін. Осы кітап тізімі берілді ғой. Сол жерде бір бұрын оқымаған, бір қызығушылық танытқан кітап болды ма? Осындай кітап бар екен, бұрын мүмкін білмеген шығарсыз. Қай жанрда оқығанды ұнатасыздар? Мен бұл кітаптар шыққан кезде негізі бәрі де таныс емес кітаптар. Ондай бір әйгілі, танымал бір кітап немесе поэма, бір не оқиғалар ондай ешқандай кітап емес. Менің ойымша осы ұйымдастырушылар осы байқауды өте жақсы ойластырған, кітаптың танымал еместігін, жаңағыдай сондай кітаптарды қойған, және байқауды мен өзім ойлаймын өте әділ өтіп жатыр. Өйткені жаңа тестілеуге кіреміз ғой, сол кезде өзі бір 60 минут беріледі, қателеспесем, 50 сұраққа. Сол кезде сұрақтары да қайталанбайды ғой балалар. Жаңағы келесі бала сол кіріп қазір мен істей қойын деп ондай жоқ. Өйткені бірнеше нұсқасымен істелінген ол тестлеу. Сондықтан бұл әділ өтіп жатыр. Жаңағыдай барлық тесті өтіп болғаннан кейін қарасаңыздар, ана жерде, ол жерде былай шығып тұрады. Басқа қатысушылар қалай тапсырған. Мысалы, мен өзім жаңағы осы екінші кітапта өткен кезде 100%-ын 80%-ын ғана алдым. Енді басқаларыныкін қарап жатсам, көбісі мысалы 90% жинаған. Сондай не барлығы алдында көрініп тұрады. Бір күннен кейін соның барлығы Excel түрінде жүктеледі жаңағы біздің группаға. Енді осы қатысқан, осы байқауға қатысқан барлық қатысушылар, білмеймін, мыңның үстінде қатысушылар, әрбір жас өзі әртүрлі деңгейде ғой, санатында. Соған қарайым, Excelге кірем, жаңа қарайым, өзімді тауып аламын деген сияқты, мен қандай қатарда тұрмын, Айдос қандай қатарда тұр, жаңа тестта. Соны қарап, саралап, өзіне жаңағыдай анализ жасап отырасың содан. Жаңағыдай, сол өте әділ өтіп жатыр. Мен осыған қуаныштымын, және эссе кезінде де былтыр мысалы Айдосқа барған кезде мұндай тақырып берді. 3 кітап, 3 әлем. Яғни оқыған кітабыңның жалпы не туралы, қандай, сол туралы жазу керек сол эссені. Сол тақырыпты ашсаңыздар балалар, сол жеңіске жетеді деген ойдамын жаңағыдай. Және сол жеңіске жеткендер кейін марапаттары бәрі сайтта көрсетілді. Ол жай ғана аттар ғана емес, эссенің өзін скриндап салып қойды ғой жаңағы. Әділ түрінде. Сонда мысалы бірінші орын алған
қатысушының эссесін оқысаң шынымен өте керемет, қалай күшті жазған деген солай тәнті болып жанан эссесіне өте жанағындай риза болдым. Өте әділ өтіп жатыр. Айдос, сен қай жанрда жақсы көресің? Мүмкін комикс немесе қиял ғажайып дейді ғой. Жануарлар туралы оққан жақсы көресің. Қай тақырыпта кітаптарды оққан ұнатасың? Көбінесе комикс шығар, Фантастика деп жатамыз, иә? әрине комикстер береді, мынау Робинсон Крузо комиксіне, мынау қиял ғажайып маған да ұнайды, олар екеулері де ұнайды ғой. Комикс және қиял ғажайып олар бірдей емес. Қиял ғажайып бұл адамдар құраған өздерін тыйым, өздері жүреді. Ал мынау комикс ол басқаша, ол қиял ғажайып емес, ол өмір сүрген тірі адамдар ғой, соны олар жазды да, және солай шығарылған, иә? Фантастика деген өмірде жоқ нәрсе ғой ол. Әрине. Жұмағұл апай, сіз мысалы өз тарапыңыздан балаларға қандай кітапты оқуға кеңес берер едіңіз? Осы кітапты оқы деп. Өзіңіздің бір сүйікті кітабыңыз бар шығар, мүмкін балалық кезіңізде. Балалық кезім болғанда енді жаңа Бердібек Соқпақбаевтың кітаптары енді өзінің балалық шағын айтып отыр ғой. Соны оқысаңыздар керемет жақсы. Одан қалды балалар Бауыржан Момышұлы, әрі ақын, әрі жазушы, әрі біздің кеңес одағының батыры, өздеріңіз білесіздер, иә? Неке сол кісінің шығармаларын оқысаңдар, кәдімгідей сіздерге қайрат, қайсарлық, сондай бір өжеттік, өмірдің қалай сүргілі екенін, қиыншылығымен, жақсылығымен, жамандық қиыншылығымен жеңілдігі дейтін осының барлығын осы кісілер білуге болады. Одан қалды балалар Мұхтар Әуезов мінекей Абай жолы кітабы. Абай жолының кітабын оқысаңыздар, бұл өмір бойғы біздің азығымыз. Осы 3 томдық кітаптан, яғни әуелде өзі эпопея қышты, одан кейін 3 том болып шығып отыр бұл Абай. Мінекей Абайдан алған әрбір сөзінің 45 қара сөзінің өзінің өміріміздің барлығына да қолдануға. Үлкен болсын, кіші болсын, бала болсын, бұл өмірлік тәжірибе. Одан қалды өзіміздің жерлестеріміз олар барлық қолға тұр, мысалға Сабай Марленовтіңіз олар, кім Ахмет Байтұрсынов мінекей балалар, Орай Алтынсарай мінекей біздерге балаларға арнап, яғни балалар әдебиетінің атасы мысалға балалар, иә? Балаларға арнаған көптеген әңгімелер бар, осы Әкмен бала деген сияқты қандай үлгілі балалар, иә? Яғни бір затқа, яғни ерінген затқа 2 рет, 3 рет еңкейсін деп мысалға балалар, иә? Қандай үлгі. Сондықтан осындай кітаптарды оқысаңыздар, бұл сіздердің өмірлеріңізге өте пайдалы, керемет, қолға түспейтін қазына деп айтуға болады. Сондықтан балалар сіздерге сәттілік тілеймін, қатысыңыздар, мінекей қандай тамаша, мінекей біздерге жағдайдың барлығы жасалған, біз аспанымыз ашық, бейбіт өмірде өмір сүріп жатырмыз. Қандай тамаша, мына кітапхананы қазір аралап шықсаңыздар, қаншама кітаптар, сіздер көрмеген кітаптар, батырлар жыры мысалға бар балалар, сіздердің қолдарыңызға болады балалар. Ана интернеттен тыңдағаннан гөрі кітапты алып оқысаңыздар қандай тамаша. Яғни тез ойларыңызды қалып балалар. Жаңағы интернеттегі ұмытылып ойнаған сияқты. Ал кітапты қолға ұстап оқысаңыздар, онда сіздердің өмірлеріңізге азық болады. Сондықтан оқы және оқы. Рахмет, Жұмағұл апа. Және Жұмағұл апа айтып кетті, электронды кітаптар деді, және де осы қағаз түрінде кітаптар. Қай түрін оқығанды ұнатасың? Электронды кітаптар оқып көрдің бе, Айдос? Компьютер. Рет оқыдым, бірақ жаман болуы мүмкін. Себебі қиын, былай бетті ашау керекпіз, былай қозғалу керекпіз. Кейін бір сообщение мынандай болады. Қала береді, оқыватқан кезінде. Ал кітапта сондай жоқ, оқисың, ашасың, ешкім кедергі жасамайды, өзің оқисың. Қуаты өшіп қалмайды, зарядкасы бітіп деген сияқты. Рахмет жауабына. Міне бүгін Айдостың 8 қырлы бір сырлы екеніне көзіміз жетіп отыр. Және де осы кешімізді домбыраның күмбірлеген үнімен аяқтасақ, Айдос бізге домбырамен күй тартып берсе, иә Айдос, сұраймыз.
оқушыларға тілек айтып жіберсеңіз. Алдыма келген оқушыларға көп рахмет. Міне бізбен кездесу өткізгендеріңізге, апайларыңызға рахмет. Енді тілейтінім сіздерге жаңа зейіндерін ашылсын кітапқа деген. Кітап оқу керек қазіргі таңда. Мына кітапты қолмен ұстап, сезініп, беттерін, парақтеттерін кішкенеден бастап оқып, немесе анау қазір өздеріңізді күнделікті 20 минутқа секундомер ма қоясыздар ғой уақыт, солай қойып, солай күнде осылай 20 минутта қанша бет оқиын деген сияқты өздеріңізге мақсат қойсаңыздар, күнде ол іс қайталанып тұрса, ертең өздеріңіз ол уақытқа қарамай оқитын боласыздар. Өйткені кітапты бастасаңыздар, оны ары қарай оқып тастағыларыңыз келеді. Өйткені өте қызық жаңағыдай әңгімелер кітапта. Сондықтан сіздерге осылай кітапты көп оқуларыңызға, шағын мындай кішкентай кітаптардан бастаңыздар, одан кейін үлкен кітаптарға. Соны тілеймін сіздерге, кітап оқуларыңызды. Рахмет. Кездесуіміз өз мәресіне жетіп қалды, және де кітапхана атынан сіздерді алғыс хаттармен марапаттағым келіп отыр. Барат Айдос Мейрамұлына оқы және өз жобасы аясында іс-шараға қатысқаны үшін. Және де осы екінші айналымда жеңіске жетуіне тілектеспіз, иә балалар? Және де Айдостың әжесі Шоханова Жұмагүл Құсайынқызына да осындай алғыс хат беріледі. Және де әрине анасы Сәлімжанова Эльмира Жұмағалиевна. Және де осындай таза бұлақ атты кітапты сыйлағым келіп отыр Айдос өзіңе. Кітап оқығанды жақсы көретініне бүгін көзіміз жетті. Бұл бізде жай кітап емес, бұл Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған үздік әдеби шығарма республикалық байқауының финалистерінің шығармалар жинағы. Бізде осындай байқау өтіп жатыр. Бұл байқау Ыбырай Алтынсарин 180 жылдығына арналған, және де биыл 4-ші жыл. Бүкіл Қазақстан бойы балалар мен жасөспірімдерге арнап жазатын жазушылар қатысады. Сондықтан да осы 3 кітапты Айдосқа кітапхана атынан тарту еткізген. Және де сіздерге де балалар бүгінгі келгендеріңізге көп рахмет. Білемін, шаршап отырсыздар, оқудан кейін келіп отырсыздар, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге мың алғыс. Және де осындай кітапханаға келіңіздер, кітап алыңыздар. Және де байқауға әрқашанда қатысыңыздар, қорықпаңыздар ешнәрседен де. Рахмет сіздерге. Және де бәріміз бірлесіп бір фотоға түссек, иә балалар?